Балалар, biz bugün sizlerмен buruşlar, köp buruşlar деген жаңа тақырыпты өтеміз. Ал buruş дегенimiz bir нүктеден шығатын сәулелерден тұрады. Мысалы, bir нүктеден екі сәуле шығады. Дұрыс па? Buruş дегенimiz ол геометриялық фигура. Buruşların қандай түрлері бар? Тік buruş бар, сүйір buruş бар, доғал buruş бар. Ал тік buruş дегенimiz 90 градусқа тең болады. 90 градустан үлкен болса, ол доғал бұрыш болады. 90 градустан кіші болса, ол сүйір бұрыш болады. Мынау қандай бұрыш? Сүйір. Жақсы. Қайдан білдіңдер? Ал, қолды көтеріңдер маған. Ол бүйтіп, бүйтқан үшбұрыш сияқты. Үшбұрыш сияқты ма? Ал, маған дұрыс айтты ма? Ал, кім толықтырады? Неге? Bir нүктеден екі сәуле шыққан. Дұрыс, бір нүктеден екі сәуле шыққан. Тағы неге бұл сүйір, неге бұл доғал емес? Шашыдан кіші. Тік бұрыштан кіші. Өте тамаша, себебі ол тік бұрыштан кіші. Жақсы балалар. Доғал. Неге бұл доғал бұрыш? Өткені ол тік бұрыштан үлкен фигура. Тік бұрыштан үлкен бұрыш. Өте жақсы. Ал бұл әрине тақтай қарайық, мына бір тапсырманы орындайық. Маған бірінші бұл жерде тік бұрыштардың, сүйір бұрыштардың, доғал бұрыштардың номерлерін теріп жаз депті. Ал біз бірінші тік бұрыштар табайық. Бір, тағы, Ал енді сүйір бұрыштың номерлері. 2,